Мұрыннан қан кеткенде қалай 10 минут ішінде басамыз? Бәріне сәлем, құрметті алтын достарым, сіздермен бірге Денсаулық үшін каналы. Бүгінгі видеода мұрын қанаған кезде қалай 10 минут ішінде басамыз, сол туралы айтып көрсететін боламын. Видеоны жалғастырмас бұрын достар, каналыма тіркеліп лайк басып және комментарияға сіздердің мұрындарыңыз қанады ма, балаларыңызда сондай жағдай болды ма, сол туралы жазып кетсеңіздер. Кенеттен баланың мұрны қанап қалса, сіздің әрекетіңіз: баланы отырғызыңыз, оның басын алға қарай еңкейтіңіз және ауызбен дем алуын сұраңыз. Содан кейін 10 минут ішінде баланың танауын қысып ұстап тұрыңыз. Екінші, баланың аузында жиналған қанды түкіріп тастауын сұраңыз. Егер қан тоқтамаса, мұрнын тағы 10 минут қысып ұстаңыз. Одан кейін тоқтамаса, тағы да 10 минут қысып ұстаңыз. Қан тоқтағаннан кейін баланың бетін жылы суға малынған мақта тампонымен жуыңыз. Содан соң баланы жатқызыңыз. Баланың шамалы уақытта сіңбірмеуін және мұрнының шықпауын қадағалап отырыңыз. Егер қан 30 минут бойы тоқтамаса, медицина қызметкерін шақырыңыз. Достар, бұл видео мұрын қанаған кезде, үлкендерде де кішілерде де қанаған кезде алғашқы көмек ретінде қолданыңыз. Видеомызды соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Денсаулықтарыңыз мықты болсын, сау болыңыздар.